арнаға қош келіпсіздер. Бүгін сірне жасаймыз. Сірненің құрамына картоп, тәтті болгарский, ет, пирог, сәбіз, қызанақ, түрлі дәмдеуіштер. Картопты екіге бөлеміз. Болгарскийлерімізді екіге бөлеміз. Сәбізді домалақ пішінде тураймыз. Орташа қалыңдықта. Бір бас пиязды домалақтап турап шығамыз. Бір бас қырыққабатты аламыз, екі бөлікке бөлеміз. Жартысын пайдаландым мен мұнда. Жартысын бөліп, өзегін пышақтың көмегімен кесіп алып тастаймын. Қабатымызды жарты қырыққабат екіге бөлеміз да, күлтешелерге бөлеміз. Ажыратып күлтелер. Баяу отта қызған қазанымызға қойдың құйрық майын салып қойып, бір тегіс қойып шығамыз. Үстіне еттерді салып шығамыз. Ет үстіне шай қасықтың жартысында тұз сепкілеп. Дәмдеуіштерді саламыз. Хмелый, паприка, қара бұрыш. Дәл сол жарты шай қасықтың көлемінде.
картоп, пияз, сәбіздерді салып болғаннан кейін үй жағдайында сақталған, қысқа сақталған қызанақтарымызды аламыз. Бұл қызанақтың сақталу жолымен менің YouTube каналымнан көрулеріңізге болады. Дәмдеуіштерімізді, көкөністерімізді салып ретімен бетіне қырыққабат жапырақтарын, көтешелерін салып, орналастырып, қақпағын жауып бұқтырамыз. Жайған ас суға бір ас қасық қызанақ томатын саламыз. Қызанақ томатын жасалу жолы менің YouTube каналымнан тамашалауыңызға болады. Және 2 шай қасық шекер салып, жақсылап араластырамыз.
дайын болған қызанақ томаттан жасалған сорпамызды бұқтырмамыздың үстіне құйып шығамыз. Сірнемізді 1 сағат баяу отта пісіріледі. Мінекей өздеріңіз көріп тұрғандай біздің бұқтырмамыз, яғни сірнеміз дайын болды. Ретмен алып тарелкамызға орналастырып ұсынамыз. Тағамыз өте дәмді, керемет болып шықты. Сіздерге де бұл рецепт ұнады деген ойдамын.